Қанша ухажеріңіз бар? 0. 0? 0. Точно 0. Честно. Не dediniz? Қанша ухажеріңіз бар? Біреу. Қанша ухажеріңіз бар? 0. Қанша ухажеріңіз бар? Жоқ менде. Қанша ухажеріңіз бар? 4. Серьезно 4 па? Сізді ұзақ іздедік қой. Есіміңіз қалай? Мадина. Мадина ханым 4 ухажері бар адамдар іздеп мынандай гүл берді. Есімдерін атап берсе? Есімдер обязательно ма? Давайте бірінші әріптерін каждый. А, С, М, К. Өте керемет. Жастары қалай былай? 30-дан асқан. А сіз ше? 18-тен. 4 ухажері бар адам таптық. Енді сізге Марго Форс атынан осындай гүл шоғын сыйлаймыз. Қалай сізге гүл? Керемет. Марго Форсты білесіз? Білемін, иә, Да. Марғұланның гүлдер дүкені. О, біздің видеоларды көргенсіз? Көргем. Егер сіз бізге тіркелген болсаңыз, қазір сізге 10 мың теңге береміз. Ухажерларыңыздың берген ең қымбат сыйлығы? Алтын. Алтын. Сақина. Ең арзан сыйлық ше? Ең арзан сыйлық. Киндер. Қай әріптегісі ұнап жүр қаттыр? Ешқайсысы ұнамайды. А чё, жай ұстап жүрсе олар? Бостандыққа жіберетін адамдар сияқты ғой. И так бостандықта жүр ғой. А, жүр ма? Иә, өздері жүгіріп жүр. Мақырға не сұрайсыз? Ол енді тұрмысқа шығатын адамның тұрмыс жағдайына байланысты болады. Біріншіден, екіншіден, сол уақыттың заман талабына сай деп ойлаймын. Қандай керемет жауап. Ал жалпы айына қанша табу керек онда? Менің кем емес, миллионның үстінде болу керек. Вау. Қай жақтан болу керек? Болашақ жын-жарым шығыс өңірінен Аха. болса жақсы. Және де осы Алматы. Кандидаттар болса төменге жазып кетейік комментарийға, иә? Иә. Осылай екі жастардың басын қосып. Өкінішке орай тіркелмепсіз. Тіркеліп қойыңыз. Тіркелген үшін қазір сізге 1000 теңге аударамыз. 1000 теңге тіркелген үшін біз жібердік. Бүгін Сатпаев универінің қыздарын қуантық. Келесі қай универ комментарийға жазып кет.